Шымкентте Бәйтерек холдингінің қолдауымен жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасы бойынша салынып жатқан көп қабатты 15 үйдің алғашқысы ел игілігіне берілді. Мамыр айының соңына дейін 1080 отбасы баспаналы болады. Жаңа пәтер кілті бірінші кезекте жас отбасылар мен көп балалы аналарға, мүгедектер мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалғандарға, мемлекеттік және әскери қызметкерлерге табысталды. Жас маман Талғат Мекенбаев үшін бүгін ерекше күн. Себебі оның отбасы көптен күткен баспанасына қол жеткізді. 3 бөлмелі пәтер кілтін алды. Бүгін біздің отбасымызда ерекше ұмытылмас қуанышты күн болып отыр. Зәулім үйден осындай пәтердің кілтін алып отырмыз. Өте қуаныштымыз. Елімізге рахмет, осындай бізге жағдай жасап, қолжетімді бағдарламамен пәтер беріп отқанына. Бәйтерек холдингінің қолдауымен баспаналы болған жалғызбасты жас ана Венера Қапанова тіпті қуаныштан көз жасына ерік берді. Маған өте қиын болды. Әр баспананы ауыстырып жүру, 3 баламен қиналдым. Енді мен осындай үйге қол жеткізіп жатқаныма өте қуаныштымын. Сәулетімен ерекшеленетін көп қабатты 15 үй Нұрсат мөлтек ауданынан бой түзген. Оның әрқайсында 1, 2 және 3 бөлмелі 144 пәтерден бар. Әр шаршы метрі 676 теңге. Бұл еліміздің басқа өңірлерімен салыстырғанда арзан баға дейді компания өкілдері. Биылғы жылға 92 миллиард теңге құрап отыр. Енді жылы 52 миллиард, сонымен барлығы 145 миллиард бөлінеді. 2020 жылға дер 1 миллион 400 шаршы метр пәтер іске қосамыз деп отырмыз. Бәйтерек холдингі мен Қазақстанның ипотекалық компаниясы жыл соңына дейін дәл осындай 9740 пәтерді тұрғындарға беруді жоспарлап отыр. Қанат Жүнісбеков, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент қаласынан.